Пицца терезеден қашты ертегісін қабыл алыңыздар. Басты рөлдерде түлкінің кейіпкерінде Адина, Аюдың кейіпкерінде Нұрислам, және де Қоянның кейіпкерінде Айлина. Сценарийін жазған Жұмабек Жадыра. Ал қабыл алыңыздар. Қызы анасына жүгіріп келіп: Мама, қайным асты, пицца пісіріп берші. Пицца пісіріп берейін ба? Үйде ұн жоқ қой. Мама, зөйіңіз, мен сізге ұнды көрсетем. Мама, ана жерден ұнды қарабайыңыз. Жарайды, қырып алам. Қызым, үйде сыр мен колбаса жоқ қой. Міне колбаса, міне сыр. Мама, міне колбаса мен сыр тұр ғой. Ау, қызым, мына жерде тұр екен ғой сыр мен колбаса. Жарайды, мен саған пицца пісіріп берейін. Окей, кел бетіңнен сүйіп қояйын. Мама, мен сізге дайындап қойдым пицца пісіріп берген кезде. Осылай тез-тез етіп пицца пісіріп бердім қызыма. Қызым, міне пицца әдемі болып пісті. Енді суып тұру үшін терезенің алдына қойып қояйын. Жарай ма? Күшті болды, рахмет. Вау, мен дайынмын. Адина мен Жадыра мені жемей тұрғанда, мен терезеден қашып кетейін. Қандай әдемімін. Қыздар, мені қараңдаршы. Мен өте әдемі пиццамын. Әлемде ең әдемі пицца маған тең келмеді. Осылай өлең айтып жүруге не жет? Сөйтіп пицца өлең айтып келатқанда алдынан Аю шығады. Ай, пицца, мен сені жеймін. Аю, мені жемеші, мен саған өлең айтып берем. Жадырадан да құтылдым, Адинадан да құтылдым. Енді сенен құтылу оп-оңай. Осылай пицца қашып кеткен кезде оны Қоян ұстап алыпты. Пицца, мен сені жеймін. Қоян, мені жемеші, мен саған өлең айтып берем. Жадырадан да құтылдым, Адинадан да құтылдым, Аюдан да құтылдым. Енді сенен құтылу оп-оңай. Осылай Қояннан қашып келатқанда алдынан түлкі шығады. Әй, пицца, мен сені жеймін деп жатқан кезде Қоян екеуі жерде таласып жатады. Мені жемеш, мен саған өлең айтып беремін. Жадырадан да құтылдым, Адинадан да құтылдым, Аюдан да құтылдым, Қояннан да құтылдым. Енді сенен құтылу оп-оңай. Пицца, мен құлағым естімейді, мойныма сығып айтшы. Мен Жадырадан да қаштым, Адинадан да қаштым, Аюдан да қаштым, Қояннан да қаштым, түлкіден де қашу оп-оңай. Мен қаштым. Осылай түлкі жеп қойыпты пиццаны айласымен. Соңы.